Шрек жай ғана күлкілі мультфильм сияқты көрінеді ме? Бірақ сен білмейтін сұмдықтар бар. Бұл видео соңына дейін қара. Сосын Шрекке мүлде басқаша қарайсың. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныз арнасы. Ең бірінші арнаға жазып лайк басып кет. Давай, Шрек. Жазыл. Және керемет комментарий жазып 5 теңге ұтып ал. Мені қолдап кет. Өзіңізге бір шай немесе печенье алып осы видеоны көріңіз. Давай достар, бір ойын ойнайық. Арнаға жазылу үшін мен 3-ге дейін санайын. 1, 2, 3. Арнаға жазылдың ба? Сен красавчиксің. Достар, онда бастайық. Красавчик. Көп адам білмейді. Шрек бір адамға ұқсап жасалған. Бұл адам Маурис Тие деген балуан. Оның беті Шрек сияқты үлкен, иегі ала шыққан, басы домалақ. Қарасан тура Шрек. Бірақ ол мультфильм емес, тірі адам болған. Маурис кішкентайында әдемі бала болған. Бірақ кейін ауырып, беті өзгеріп кеткен. Адамдар оны қорқып қарайтын болған. Ол жалғызсырап кеткен. Бірақ іші мейірімді болды. Дәл Шрек сияқты. Шрек неге батпақта тұрады? Ол адамдардан жасырын өмір сүреді. Себебі оны ешкім қабылдамайды. Бұл жай ғана батпақ емес, бұл жалғыздық. Бірақ кейін Фиона мен достары келеді. Өмір өзгереді. Білесің бе, бұл бізге сабақ береді. Әр адам махаббатқа лайық. Шректің алғаш түрі қорқынышты болған. DreamWorks студиясы Шректі алғаш жасағанда ол қорқынышты болған. Тістері қисық, көзі үлкен, беті сұмдық. Мұны балалар көрсе жылап кетуі мүмкін еді. Кейін олар оны сүйкімдірек етіп өзгерткен. Есек туралы теория. Ал есек ше? Ол жай ғана күлкілі емес. Теория бойынша ол бұрын адам болған. Бір сиқыр оны есекке айналдырып жіберген. Сол себепті ол бәрін біледі, сөйлей алады. Ол достықты қатты іздейді. Лорд Фаркуат кім? Лорд Фаркуат ертегі кейіпкерлердің қудалаған жаман адам. Ол диктатор. Кейбіреулер оны әлемдегі шын билеушілерге ұқсатыпты. Мультфильмде саясат жасырын тұр ма? Әлде ол жай ғана ұқсастық па? Ересектерге арналған жасырын әзілдер. Шрек балалар мультфильмі сияқты, бірақ ішіне үлкендерге арналған сөздер қосып қойған. Мысалы, Лорд Фаркуат деген аттың өзі бір дөрекі сөзге ұқсайды. Бірақ айтпай қояйын. Студия бұны байқамай қойған ба, әлде әдейі ма? Шрек мультфильмі шын мәнінде не үйретеді? Сен қандай болсан да, жаман көрінсең де, сені жақсы көретін адам табылады. Бұл мультфильм достық пен махаббат туралы. Бірақ сыртынан қарасан, батпақ, айқай, монстрлар астында терең мағына бар. Шрек мультфильмі қалай шықты? Шрек алғаш рет 1990 жылы Уильям Стик деген автордың балаларға арналған кітабында пайда болды. Ол кітапта Шрек жасыл түсті, қорқынышты көрінетін, бірақ көңілді мақұлық. Адамдар оны көріп қашатын, ал ол болса бұл жағдайға ренжімейтін. Осы идеяны DreamWorks студиясы мультфильмге айналдыруды шешеді. Анимация апат болған. Алғашқы жылдары студияда техникалық қиындықтар көп болды. Компьютерлік анимация толық дайын емес еді. Бірнеше рет жобаны жабайық деп та ойлаған, бірақ бәрібір аяқтап шықты. Жобаға $60 миллион жұмсалды. Ол кезде бұл үлкен ақша болатын. Нәтижесіне не болды? 2001 жылы шыққан Шрек мультфильмі бірден әлемдік хитке айналды. Ол Оскар жүлдесін жеңіп алды. Тарихтағы ең алғашқы ең үздік анимациялық фильм номинациясында, және де бүкіл әлем көріп жақсы көретін мультфильмге айналды.
Шрек жай ғана мультик емес, ол қиындықты жеңу, өзін қабылдау, өзгелердің пікіріне қарамай өмір сүру туралы ертегі. Оның артында шын оқиғалар, ауыр тағдырлар және үлкен еңбек жатыр. Бұл бізге не ертеді? Нағыз сұлулық жүректе. Фиона шын мәнінде қарғысқа ұшыраған ба? Бәріміз Фионаны күндіз сұлу ханшайым, ал түнде алып жаратылыс ретінде білеміз. Бірақ бұл жай мультфильм бе? Әлде артында қорқынышты аңызы бар ма? Қарғыс туралы жұмбақ. Фиона өзі айтады: мен қарғысқа ұшырадым, күні бойы адаммын, ал түнде тролльға айналам деп. Бірақ ол неге түнде ғана өзгереді? Бұл қасқырлар мен жындар туралы ескі мифтерге ұқсайды. Көптеген мифте адам түнде өз түрін жоғалтады. Бұл айдың сиқырына ұқсас. Демек Фионаның өзгеруі жай ертегі емес, нақты бір қараңғы күштің белгісі болуы мүмкін. Шынайы түрі адам емес пе? Фильмнің соңында қарғыс жойылуы керек кезде Фиона адам болып қалмайды. Ол тролль күйінде қалып қояды. Бірақ неге? Өйткені ол енді өзін шынайы түрде қабылдады. Бұл бізге бір сұрақ тастайды. Ол шын мәнінде адам болған ба? Әлде бастапқыда-ақ сиқырмен жасырынып жүрген тролль ма? Кейбір теориялар бойынша Фиона бұрыннан алып жан иесі болған, ал адамдар оны ханшайым етіп тәрбиелеген. Бұл бүкіл ертегіні төңкеріп тастайды. Айдаһар мен қамал түрме ме? Фиона қамалдың ішінде күзетпен, айдаһармен құлыпталған есіктермен отыр. Бірақ оны қорап жатқаны сияқты емес, түрмеге қамып тастағандай. Бұл қауіпті тіршілік иесін ұстап отыруға арналған жүйе ме? Егер ол тек ханшайым болса, неге сонша қоршау қажет? Айнадан неге қорқады? Ертегідегі сиқырлы айна Фионаны әдейі басқа біреумен емес, Шрекпен қосуға бағыттайды. Бұл кездейсоқ па? Әлде олар екеуі де бірдей қарғысқа ұшыраған жан иелері ме? Фиона жай ғана ертегі ханшайым емес, ол терең сырлы, қараңғы күшпен байланыс бар кейіпкер. Оның өзгеруі өзін тауы емес, нағыз бейнесін қайта оралуы. Мүмкін ол бұрыннан тролль болған, ал ханшайым кейпі қоғам үшін киген маскасы ғана шығар. Фиона ханшайым емес, жын болуы мүмкін бе? Біз өлмеген Шрек құпияларының ішіндегі ең сұмдығы осы шығар. Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кет. Шрек туралы деректер сізге ұнады ма? Және қайсысы ұнады? Және керемет комментарий жазып бесінбенге ұтып ал. Қош, сау бол.